Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгін біз құрамында квадрат түбірлері бар өрнектерді қалай түрлендіруге болатынын үйренеміз. Әсіресе бөлшек бөліміндегі түбірден қалай құтылуға болатынына тоқталамыз. Бүгінгі сабақта біз үш негізгі мақсатты орындаймыз: түбірді бөлімден жою, қосымша көбейткіш қолдану және формулаларды дұрыс пайдалану. Сен білесің бе? Квадрат түбіргіні сол жақ жоғарғы блок түбір астындағы 4 тең болады 2-ге. Бұл 02, 02, 04 жыл. Түбір астындағы 9 тең болады 3-ге. Бұл 03, 03, 09 жыл. Түбір астындағы 16 тең болады 4-ге. Бұл 04, 04, 16 жыл. Мерекенің мәні: квадрат түбірдің күні бар. Не деген ерекше күн ол? Теориялық анықтамамен танысатын болсақ, теріс емес санның арифметикалық квадрат түбірі деп квадраты аға тең теріс емес санын айтады. Формуласы: түбір астында а тең, мұнда 0-ден үлкен немесе тең, квадраты тең, немесе тең адын қасиетте. Түбір астында өрнегі тек 0-ден үлкен немесе тең болғанда ғана мағыналы болады. Мысалы, түбір астында 4 тең 2. Өйткені 2 0-ден үлкен немесе тең, ал 2-нің квадраты тең 4. Мысалы, түбір астында -1 сан емес. Квадрат түбірлерді түрлендіруге мысалдар қарастырайық. Түбір астынан көбейткішті шығару. Түбір астындағы 75 тең болады түбір астындағы 25 көбейтілген 3-ке. Ол тең болады түбір астындағы 25 көбейтілген түбір астындағы 3-ке. Нәтижесі: 5 түбір астында 3. Түбір астына көбейткішті енгізу. 3 түбір астында 11 тең болады түбір астындағы 3-тің квадраты көбейтілген 11-ге. Бұл түбір астындағы 9 көбейтілген 11-ге тең. Нәтижесі: түбір астында 9-9. Бөлшектің бөлімін иррационалдықтан босату. 6 бөлінген түбір астында 3 тең болады, алымында 6 көбейтілген түбір астында 3, бөлімінде түбір астында 3 көбейтілген түбір астында 3. Бұл 6 түбір астында 3 бөлінген 3-ке тең. Нәтижесі: 2 түбір астында 3.